Франциядағы бір өте бір алым кіші айтқан екен мұндай деп. Тафсалул мар'ату ан такуна джамилатан аксар мин ан такуна закиятан дейді. Аял кіші дейді, аял кіші. Ақылды, зірек болғаннан көрі дейді. Сыртқы келбеті сұлу болушын көріп, жақсы көріп дейді. Емне үшін ұшындай десе, لأنها تعلم أن الرجل يرى بعينيه أكثر مما يفكر بعقله дейді. Себебі жаңағы аял заты дейді. Ал білет дейді. Еркектер екі көзіменен аны қарашат дейді. Еркек кіші аялды қарағанда ақылы менен ой жүгіртпөссен дейді. Аға екі көзіменен қарашат дейді. Ошыны аял заты білет дағын дейді. Өзінің сыртқы келбетін қоғысойды дейді. Жақшы киініп, жақшы атыржыттарды севініп, ұшындай қылып, еркекке өзін көрсетеді дейді. Себебі дейді, еркектер аялға қарағанда, аялға көз жүгірткенде біріншілер көзіменен қарайды дейді. Ақылыменен емес дейді. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям емне дейді? Сілер аялдың иманына қарағыла дейді. Аялдың иманы еч қачан бұл көзменен көрілбейді дау. Сіз көзменен қарағанда сыртқы келбетін көресіз. Ошондуктан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям емне дейді? Аялдың үйленіп атқанда қыздың иманына қарағыла дейді. Анын ата тегіне, же мансабына, же олоса байлығына, же олоса сыртқы сұлулығына қарабастан, анын иманына қарағыла дейді. Ошондуктан, егерде еркектер біз барыбыз аялдың сыртқы келбетін емес, ички құлқ мүнөзүнө, иманына қарағанымызда, алар дагын жанагы сыртқы келбетін қоғысығындан біраз болса дағын алыстап, чыныгы ички иманға иштеп калат эле. Biz öz erkekler dağın kança oşolor, oşonday dengелге barşan biz öz erkekler dağın oşoğa sebepkar bolup otabız. Bunu bir uşunday bir hakim bir çoğ kişi aytып өткөн экен.